Дәл осы ең оңай тортты жасау үшін ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысқа 1 жұмыртқа, қант қосамыз. Жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. Ерген сары май қосамыз. Енді жұмыртқа, қант, ерген сары май барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді соданы уксуспен погасить етіп аламыз. Енді жақсылап араластырып сода мен уксусты. Одан кейін бағанаға дайындап жатқан жұмыртқалы массамызға қосамыз. Енді барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Енді барлығын біркелкі етіп араластырып болған соң, келесі кезекте ұнымызды електен өткізіп саламыз. Енді жақсылап дәл осылай қасықпен араластырып, қамыр илейміз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын, жұмсақ керемет қамыр дайындаймыз. Қамыр иленіп жатыр. Қайтадан қажетінше ұнды қосып, тағы да араластырып, қамыр илейміз. Қамыр иленді. Қамыр осындай өте керемет болып шықты. Жұмсақ болып. Енді дәл осы қамырды біз қазір бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы бірнеше бөлікке бөлінген қамырларды біздің пакетімізге салып, мұздатқышқа, яғни морозильникқа жарты сағаттай көлемге салып қоямыз. Жарты сағат өткен соң морозильниктен қамырымызды шығарамыз. Яғни қамырымыз морозильникте тұрып дәл осылай қатады. Енді дәл осы біздің табаға пергамент қағазын төсеп, біздің қамырымызды үккіштен өткіземіз. Үккіштің ең ірісінен өткіземіз. Немесе қамыр жұмсақ болғандықтан, оны қолмен де дәл осылай үгітсеңіздер болады. Енді бізде дәл осыны 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып шығарамыз. Ол уақытта біз кремін дайындаймыз. Крем дайындау үшін бізге дәл осындай бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Оған варенканы қосамыз сары майға. Сары май 82,5% сары май болуы қажет. Сары майдың пайызы. Енді дәл осы варенка мен сары майымызды миксермен миксерлеп аламыз. Дәл солай кремін дайындаймыз. Кремі дәл осылай 2 ақ құрамнан тұрады. Және де дәмі өте дәмді болып шығады. Сонымен креміміз дайын. Крем осындай болып шығады. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Енді бағанағы біздегі дайын болып пісті. Біздің ең оңай тортымыздың қамыры. Енді оны дәл осылай қолымызбен үгітіп аламыз. Қатты үгітпейміз, майда болып, ұнтақ болып кетпеу қажет. Бірақ сәл үгітсек жеткілікті. Міне дәл осылай қылып үгітіп аламыз. Енді бағанаға дайындаған кремімізді дәл осы бағанаға біздің дайындаған тортымыздың қамырына екеуін бір-біріне қосып араластырамыз. Кремімізге дайын болғанды қосамыз. Енді екеуін біріктіріп, араластырып аламыз. Араластырып болдық. Енді менде қазір форманың диаметрі 22 сантиметрлі формаға осы дайын болған қамырымызды, тортымызды саламыз. Одан кейін енді біз бұны тоңазытқышқа шамамен 1-2 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде бұл бір-біріне сіңіп, өзінің формасын ұстап тұрады. Тоңазытқыштан шығардық. Енді бұны безендірулеріңіз, әсемдеулеріңіз өз қалауларыңызша. Мен дәл осылай шоколадты ганаш дайындап, одан кейін бетіне таңқурайды қойып шықтым. Сонымен торт дайын. Торттың дәмі өте керемет болып шығады. Әрі жұмсақ керемет торт дайын болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне арасы осындай болып шығады. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Торт осындай болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сіздермен болған Жібек.